ютубтан көбінде мен осы дауыс арқылы іздегенімде көп ақпарат шықпайды. Дауыс деп жазсаң, халықтың дауыс беру кезеңдегі бір ақпараттар шығып жатады, жаңалықтар шығып жатады. Бірақ адамның дауысы жайында ақпаратты мен мүлде таппаймын. Адамның дауысы бұл бізге берілген Алладан нығмет. Адамның дауысы бізге берілген сый, Алладан берілген. Неге? Себебі біз ойымызды, сезімімізді осы дауыс арқылы жеткіземіз. Барлық біреуге ренішіміз болса да, біреуге қуанышымыз болса да, тілегіміз болса да, барлығын осы дауысымыз арқылы жеткізіп, ойымызды білдіргіміз келеді. Бірақ дауыс әртүрлі болады адамда. Алладан берілген дауыс әуелден табиғи болған кезде әдемі дауыстар беріледі. Жаман дауыс ешкімге берілмейді. Тек біз даусымызды өмір сүре келе, өмірдің бір сондай эмоционалды жағдайларына байланысты даусымызды жоғалтып алып жатамыз. Қалай? Себебі дұрыс емес дем алған уақытта дауыс та жоғалып кетеді. Дұрыс емес демнің салдарынан дауыс жоғалады. Денсаулығымызды қандай жағдайда жоғалтамыз? Дұрыс емес тамақтанғанда, дұрыс емес өмір сүргенде, бір жаман өзіміздің әдеттеріміз болғанда біздің денсаулығымыз құри бастайды. Дәл солай даусымызда дұрыс емес демнің салдарынан біздің даусымыз жоғалып кетеді. Сол себептен де мен мысалға қазіргі таңда адамдарды оқытамын. Қалай оқытамын? Дауысқа оқытамын. Дауыстың әдемі болуына, жағымды болуына, еркін сөйлей алуына, дұрыс дем алуына. Енді мысалға мен көбінде инстаграмға рилсқа салып жатамын осы дауыс жайында. Сонда көп адам сұрап жатады: кеудемен сөйлеу, тамақпен сөйлеу дегенді көп естимін, бірақ түсіне алмаймын дейді. Иә, оны әрине қарапайым адам, бұл жайында білімі болмаған адам әрине түсінбейді. Себебі әр саланың өзінің бір мамандығы бар. Ал дауыс әртүрліге бөлінеді. Енді қараңыз, мысалға біреуді біз таңертеңнен кешке дейін тыңдай аламыз. Оны мен айтатын болсақ, Нұрлан Қоянбаев ағамыз. Жоқ, өзімнің бір нем бар, мақсатым бұл өмірде. Жалпы позитивті жобаларды көбейту және де позитивті энергияны көбейту деген. Ол кісінің дауысы, тембрі, ойының жеткізуі барлығы әдемі. Тағы да бір кісіні алатын болсақ, бұл Мейрамбек Беспаев. Абайды бізге түсіндірген кісілер ғой, Абайдың кім екенін. Енді Алтынбек Қоразбаев бүкіл өмірде де, өнерде де қырсын бәрін, қырсырын кәдімгі өмірді қалай сүру керек екенін былай айтқанда үлкен сабақ алдым ғой көкеммен. Ел жұртты араладым қаншама. Асылхан Шүңірекпен де алғашқы ұстазым, енді ол кісі ең алғашқы домбыраны үйретіп, біздің үйде әкеммен әлі күнге дейін дос қой. Анда-санда үйге келген кезде мына баладан бірдеңе шығады деп домбыра үйретіп кететін. Ол кісінің де дауысы, тембрі, әдемілігі, барлығы, мынау жанды тебірентетіннің өзі дауыстан әдемі етіп беріледі. Мысалға, ер кісілердің тембрі бар кезде, ол кісіні сіз таңертеңнен кешке дейін тыңдай аласыз. Ал дәл қазір мен мысалға ер кісінің бірақ тембрі жоқ кісілерді де осы видеоға қосып қоямын, көріңіздер. Сендерді байқасаңыздар, дәл осындай жағдайға куәгер боласыздар. Қараңғы бөлме, ортада жарық жанып тұр. Тембр жоқ кезде әйелдің даусына көбінесе құсап кетеді. Онда ер кісілердің дауысы дұрыс емес демнің салынан осылай дауыс жоғалған. Яғни әйелдің даусына құсап кеткен деген сөз. Ал әйелдердің дауысы ше? Енді мынадай ақпарат бар. Көбінде мен осы дауысқа байланысты көп зерттедім, оқыдым, кітаптардың түрін оқыдым. Зерттеу бойынша мынадай ақпарат бар. 90% ер кісілердің дауысы өздерінің табиғи дауысы. Демек, тембрлары сақталған, өздерінің дауыстары табиғи, әдемі, адамның жанын тебірентетін, жанымызға жағымды, жайсаң дауыстар. Ал енді әйел кісілерде әйел кісілерде керісінше 90% дауыс жоғалған. Себебі неде? Себебі біз мынау кризистік жас деген бар. Ол әйел болсын, еркек болсын бөлінбейді. Бірақ кризистік жас 3 жастан басталады, содан дауысқа байланысты мынау 10, 11, 12 жасқа дейін созылады. Біз ойнаймыз, жүгіреміз, шыңғырамыз, айғайлаймыз. Сол кезеңде дауыс жоғалып кетеді. Дем дұрыс емес алына бастайды. Осы кезден бастап әйел адам дауысын жоғалтады. Ал ер кісінің қалыптасуының өзі ұзаққа созылады. Ер кісінің өзі әйелден, қыздан кешірек дамиды.
бәріміздің білуімізше кешірек дамиды. Ол эмоционалды түрде болсын, ол мынау сана дәрежесінде болсын, ол мысалға қыздар ерте бой жетіп кетеді да, ер балалар кешірек есейеді. Дәл солай дауыста күмбірлей бастайды. Ер баланың дауысы 15 жастан бастап күмбірлей бастайды. Кәдімгідей өзінің тембрі пайда бола бастайды, дауысында өзгерістер пайда бола бастайды. Бұл табиғатынан. Ал әйел адамның дауысы сол қалпында қалып қояды. Себебі бізде ондай айтарлықтай өзгеріс дауыста жоқ. Әйел адамның дауысы бала күнде қалай, сол күйінде қалып қоятын дауыстар да бар. Бұған Лұқман сүресінде Құранда мынадай бір аят бар, мен қазір сіздерге айтып сонымен бөлісе кетейін. Өте бір сондай пайдалы ақпараттардың бірі. Сіздерге осы ақпаратпен бөлісе кетейін, біле жүріңіздер. Себебі бізде осындай той-томалақта, бір отырыстарда байқалады адамдардың, әйел адамның дауысы қатты құлаққа бір жағымсыз, қатты бір құлақты кесіп жіберетіндей бір ақпараттар бар. Дауыс жайында адам дауысы үлкен нығмет, сый. Мен оны жаңа айтып кеттім. Дауыспен ойымызды, пікірімізді, ішкі сезімімізді жеткіземіз. Ащы дауыс жайында Құранда не дейді? Құран кәрімдегі Лұқман сүресінің 19 аятында шынында дауыстардың ең жаманы есектің дауысы деген. Ислам дінінде де әдеп бойынша да дауысты қатты шығарып, айғайлап, сөйлеу немесе жаман дыбысты шығару құпталмайды. Аят үкімі Лұқман пайғамбардың баласына айтқан өсиетінде дауысты бәсеңдетіп, ақырын сөйлеу қажеттігін айтады. Ал жаман әдеті қатты айғайлап, өзгеге мазасыздық тудыру есектің жағымсыз даусына теңелген. Әдеп бойынша мәдениетті адам әрқашан сабырлы, салмақты және сыпайы сөйлеуі тиіс. Әрине бізде адамның дауысы көбінде байқалмайды. Бірақ кей кездерде, мысалға менің өзімде болған, сондай той-томалақта отырғанымда бір кісі ән айтамын деді. Енді дауысы болса әрине құба-құп. Ал енді дауысы болмаған жағдайда өзіңнің даусыңды қинап, тамаққа алып келіп оны тіреп, айғайлап ән айтудың қажеті жоқ. Бұл біріншіден сіздің денсаулығыңызға зиян. Несімен зиян? Сіздің тамағыңыз үзіліп кетіп, даусыңыз өмір бақи сыбырлап қалуы мүмкін. Сондықтан да дауысты құпты ұстаған дұрыс. Қажет болса, жаттығумен даусыңызды реттеп алғаныңыз жөн. Себебі қазіргі таңда болмайтын дүние жоқ. Қазіргі таңда бүткіл жаттығу сатылып жатыр. Инстаграм, осы жаңағы ғаламтор желісінде өте көп. Жаттығулардың өзі өте көп. Ал егер сіз жаттығуды жасау жайын білмесеңіз, онда соны білетін адамға барыңыз, ұстаздарға барыңыз, оқыңыз. Осы дауыс жайында мен сабақ берген уағымда көбінде адамдар тамақпен сөйлеу, кеудемен сөйлеу деген не екенін білмей жатады. Тамақпен сөйлеу дегеніміз тамаққа қарай дауысты алып келіп осы жерде тіреп қою. Яғни дауысқа күш салып сөйлеген уақытта сіздің даусыңыз да шаршап кетеді, өзіңіз де шаршап қаласыз. Ал кеудеге түскен кезде адамның құлағына да жағымды, өзіне де жағымды. Және адам шаршамайды. Кеудемен сөйлеген кезде даусымыз резонатормен әдемі естіледі. Жағымды, жайсаң, ешқандай да қиналмайсыз, сіз өзіңіздің күшіңізбен, бар күшіңізбен даусыңыз әдемі болып шығады. Ал ол үшін жаттығуды күнделікті жасап отырып, осы жаттығумен сіз сондай әдемі дауысқа жете аласыз. Ол әдемі дауысқа қалай жетеміз? Бізде ол бар. Біздің ішімізде бар дүниені тек жаттығу арқылы шығаруымыз керек. Біз мысалға толып кеттік делік, немесе қатты азып кеттік делік, салмақ тастадық. Сол кезеңде денеміздің бір әдемі бітіміне жетуіміз үшін кішкене жаттығу жасап жіберу керек. Денеміз, теріміз салбырап қалмас үшін, болмаса қатты толып кеткен жағдайда сол денеміздегі артық майдан арылу үшін жаттығу арқылы жаттығу жасап қана біз әдемі дене бітімге жетеміз. Дене бітім өзімізде бар. Дәл сол секілді дауыста да сондай. Дауыс бізде бар, өзіміздің ішімізде бар. Бірақ сол дауысты әдемі етіп ашу, жеткізу, дауысқа жаттығу жасап, сіз өзіңіздің резонаторыңызды оятасыз. Сіз өзіңіздің ұйықтап қалған даусыңызды естисіз.
әдемілігін, әуездігін, әсемдігін естейсіз. Дәл солай жаттығу арқылы ғана дауысқа жете аламыз. Қалай дем аламын, қалай онымен тыныс аламын, тамақпен, кеудемен деген міне осы. Жаттығу арқылы сіз тамақтан кеудеге түсесіз. Яғни тамаққа алып келіп тіреп қоюға болмайды дауысты. Егер сіздің даусыңыз тамаққа келіп тіреліп тұрған болса, тамағыңыз шаршап кетеді ең әуелі. Көп сөйлеген кезде тамағыңыз ауырып кетеді. Болмаса кітап оқып көріңіз. Көп кітап оқыған уақытыңызда сіздің тамағыңыз шаршайды. Мен осы дауысқа келмес бұрын Майра Төлепбергеннен сабақ алдым. Сол кезеңдерде, ең әуелгі кезеңдерде мен де түсінбедім. Кеуде қайда, тамақ қайда. Енді шынын айтқанда, тамақпен барлығымыз сөйлейміз, ол тамақсыз сен қалай сөйлейсің деген секілді менде бір сондай ой болды. Бірақ шын мәнісіне келгенде оқи келе, білім ала келе, мен түсіндім, тамақпен емес, кеудемен қалай сөйлеу керек. Дұрыс тыныс алудан ғана біз тамақпен емес, кеудемен сөйлей аламыз. Содан кейін ғана мен сабақты түсініп, меңгергеннен кейін өзім де осы сабақты бергім келе бастап, қазіргі таңда оқушыларымды, өзімнің студенттерім, тыңдармандарым бар, Инстаграмда сабақ алып жатады. Болмаса консультация алып жатады, тек қана келіп сұрап, білетін едім, тек осылай жай қалай, жаттығудың жасалу жөні қалай деген секілді. Дауысқа арналған жаттығулардың көбісі бұл дауыстың іргетасы. Іргетасына арналған дауыс күнделікті жасалған уақытта, күнделікті қайталану барысында сіздің даусыңыз өзгеріске ұшырайды. Өзіңіздің қалыпты даусыңыз өзіңізге қайта келеді. Ал енді бізде тағы да танымал адамдардан кімді алсақ болады? Дауысы әдемі, әуезді, тыңдауға сондай жағымды десек болады. Қарақат апамыз, Қарақат Әбделдина. Сұрақ көбейгенде, мен үшін әзірше осы күніме дейін барлығы түсінікті. Сол ата-анамның көрген тәрбиесі. Бір ақыл сұрайтын сәттер болмай ма? Менің жалпы ақылшым да, кеңесшім де, досым да, сырласым да азаматым ғой. Қадекем екеуміз не істесек те қабырғамызбен кеңесіп, ақылдасып, сол кісінің батасымен, алғысымен қимылдап келемін. Дауысы қандай әуезді, әдемі, жағымды, шәңкілдемейді, шыңылдамайды, қоңыр дауыс. Дауыс жас және кәріге бөлінеді. Дауыс жас кезде әрине нәзіктеу, барқыттылау және сондай кішкентай баланың даусының сәл-сәл бір әуездігі бар жас дауыстар болады. Және дауыс қартайған сайын сабырлық қосыла бастайды. Сондай асықпай, әуезділігі деген кішкене созылып деген секілді дауыста да кәрілік бар. Дауыстың да жасы ұлғаяды. Енді біз неден білеміз? Мысалға ертегі тыңдасақ. YouTube арнасын ертегі тыңдаған уақытта болмаса, бұрындары радио арналарда көбінде осылай ертегілер ойнап тұратын. Сонда дауыс арқылы ол кісінің жасын білу қиын емес. Себебі дауыс бұл адамның сондай бір екінші келбеті десек болады. Мысалға сіз ол кісінің түрін, әлпетін көріп тұрған жоқсыз, бірақ ол кісінің дауысын естіп тұрсыз. Дауысы арқылы ол кісінің шамамен жасы қаншада екенін байқап біліп отырамыз. Балалар, зәмзәгүл әжелерімнің әдемі қиял, ғажайып ертегілерін тыңдаңдар. Балалар, амансыңдар ма? Бүгін мен сендерге залым түлкі деген ертегі айтып берейін. Дәл солай жас әншілерді алатын болсақ, қазір мен Ақбота, Нұр, дауысы. Одан кейін қазір жаңадан шығып жатқан әншілердің бірі, мен қазір сіздерге айтайын ол кісіні. Баян Сұлу. Ай, жүрегім шыттайды, өткізіп жыл минутта күн айды. Бұл өмір саған ұнай ма? Маған ұнайды. Баян Сұлудың дауысы. Қандай әуезді, әсем, жас дауыс. Ең бірінші Интер салды постты. Мен негізі шынымды айтсам Интер деген клубты білмеймін. Футболмен қатты қызықпаймын. Шын мәнісінде олар әлем бойынша топ 10-ға кіретін әлем. Білінеді, құлағыңа естіледі қандай жас екен. Енді мысалға Тоқтар Серіков пен Бейбіт мысалға, сол халық ішінде қадіріміз бар. Бізді ел жақсы көреді.
жақсы көрген елді біз жақсы көреміз. Содан кейін ауылдан аттап кетпейін, осы Алматы Астана жоспарлағаннан кейін осының ортасында менің ауылым тұрса деген. Бізде анау жақтан естиді ғой. Локатор. Кісілердің де дауысы қазіргі таңда жас кездерінде олардың дауыстары да жас болды. Ал кейін қазіргі таңда тыңдайтын болсақ әндерін, дауыстары сондай салмақ қосылған, дауысы өзгеріске ұшыраған, есейген, ұлғайған. Бағы жетпес алтыным, еркеле маған жарқыным, жаным. Өзіңсіз менде бүтін емес жартама, сезесің бе сен жарқыным, жаным. Бақыт деген бірге жүргенің, бақыт деген жайнап күлгенің, бақыт деген өмір жолында өзіңменен мәңгі біргемін. Сол секілді дауыс та есейеді, ұлғаяды, өседі. Бірақ кейбір кезеңдерде дауысын шамамен байқамай қаласың. Себебі дауысы шынайы болмауы мүмкін, ең әуелі өзінің табиғи дауысы болмауы мүмкін. Ол кісі дауысқа мүмкін басқа да бір жаттығулар жасайтын болар. Жаттығу арқылы дауысты да сақтауға болады. Дауыс туралы мысалға нақыл сөздерге тоқталатын болсақ, Бауыржан Момышұлы атамыз мынадай бір дауысқа арналған нақыл сөз қалдырып кеткен екен. Қысқа нұсқа сөйле, дауысың анық болсын дейді. Сонда сіздің салмақтылығыңыз, сіздің өзектілігіңіз, сіздің даналығыңыз білінеді. Сондықтан да бұл дауыс көпті шешеді. Көп жерде мысалға біз осы дауыс арқылы адамды тіпті бағалаймыз. Мысалы, сіз бір орталыққа бардыңыз, бір басшымен кездескіңіз келді. Ол басшы сізге: сәлеметсіз бе, мен осы қазіргі таңда сіз келіп отырған осы бір фабриканың директоры едім. Сізге не қажет, қандай мәселемен келіп отырсыз деген болса, сіз ол кісіге былай деп айтқыңыз келеді: үлкенірек адам болса, үлкенмен сөйлесер едім. Үлкенірек адамды жібересіз бе деген секілді, ол кісінің дауысы сізге бір сондай сенімділікті артпауы мүмкін. Сіз ол кісіге сене алмауыңыз мүмкін. Сондай дауыспен сіздің алдыңызға келіп отырғаннан кейін ол кісінің бір сондай балалығы сақталған, әлі шалалығы бар секілді, ол кісіге әлі толықтай сене алмауыңыз мүмкін. Дауыс адамның бір сондай статусын белгілеп береді. Сондықтан да көбінде дауыспен үлкен кісілер, басшылардың көбісі осы дауыспен жұмыс жасайды, жаңағы шешендік өнерді меңгереді. Неге? Ең бастысы осы. Шешендік өнерді меңгерген адам алдыңызға келген кезде сіз оның басшы екенін білесіз. Сіз оның есті адам екенін, салмақты адам екенін, ол кісіге сеніп тапсыра алатыныңызды біле отыра жұмыс жасайсыз, жұмысты бастайсыз, келісім шартқа келесіз бәлкім, иә? Ал дауысы жоғары болған сайын сіз оған сеніміңіз де төмендеу болады. Сондықтан да ең бастысы, сіз егер сондай бір лауазымды жерге барғыңыз келсе, лауазымды жерге көтерілейін деп отырған болсаңыз, міндетті түрде дауыспен жұмыс жасау керек. Дауыс бізде көп нәрсені шешеді. Дауыспен сіз адамды басқара аласыз. Дауыспен сіз адамды көңіліне келетін сөз айтып, тоқы терін айтып, ойыңызды жеткізе аласыз. Және де ең бірінші қателік осы дауысқа келген кезде адамдардың атын атауда. Мысалға, менің есімім Жанар Қажымғали десем: Жанарочка, менде саған мынандай бір сұрағым бар деген секілді. Жанарочка емес, мен Жанар Қажымғали дедім ба? Жанар Қажымғали. Болмаса Жанар. Дәл солай сізге адам есімін айтты ма, ол кісінің есімін өзгертіп айту дымға қажеті жоқ. Бізде енді қазақта мынадай бар: келіндер келген кезде өзінің қайнынелерін, қайнағаларының есімін ауыстырып, алмастырып деген секілді атау өзіне қойып алады. Ол енді дәстүрге байланысты, ол енді туыстық қарым-қатынас. Ал егер сізде жұмыс жағынан байланысты болғанда, жұмыста міндетті түрде адамның дауысы толық аталуы керек, өзгеріссіз. Ләззат дегенге мысалға Ляска, Айгерім деп атаса Айка дейміз. Дәл солай адамның атын кішірейтіп
адамның атын өзгертіп, адамның атын енді біз неге үйтіп атаймыз? Себебі біз жақынырақ тартқымыз келеді. Бір сондай бір мен саған жақынмын, мен сенің жақын құрбыңмын дегіміз келеді. Бірақ бұл өте қате пікір. Дұрыс емес. Бұл этикаға жатпайды, бұл сыйластыққа жатпайды. Сіз ол кісінің есімін төмендетіп қойдыңыз деген сөз. Сол үшін де ең басты қателікті қайталамаңыздар, ол қателікті жасамаңыздар. Адамның есімін толықтай атаған абзал. Дауысқа байланысты тағы да пікірлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса, мархабат, парақшаға тіркеліп, пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Мен Жанар Қажымғали, дауыс қою бойынша тренер.